сыртқа шығып бара жатыр, есіме түсіп кетті, ойбой, кешкіге деген ет шығармаптым ғой деп холодильникті ашып қалсам, баяғы тестім тұр екен, соны шығардым. Еще котлет тұр екен морозильникте, оны ұмытып кетіппін. Сөйтіп фарш шығардым, перец шығардым. Сосын кешкіге таман келген соң, кешкіге тамаққа кірістім. Бәрін осылай колбаса, фарш дайындап алдым. Сосын перецті турадым, помидорды турадым. Жаңа тестіні осылай сосын 8 бөлікке бөлдім. Бұл бар ғой, негізі бұрынғы алып жүрген тестілерім 800 грамм болады. Именно осы тесті 1 килограмм екен байқалады, үлкен прям. Сосын осылай бөлдім де, каждый бөлігіне өйстіп лодка жасадым. Бұны енді бірінші рет жасап тұрған жоқпын. Кейде разнообразияға жақсы ше, пиццаның орнына. Осылай лодканың ішіне сосын 2 жұмыртқаны жардым да өйстіп салдым. Сосын үшеуіне фаршты салдым, үшеуіне колбаса, сосын помидор, қалғандарын салдым. Содан кейін духовкаға салып қойдым, где-то 30 минуттай тұрады. Сосын мына 2 тесті қалып қойды, короче, сыймай. Сосын былай ойландым, не істесем екен дедім. Ең оңайы осы шығар дедім де, рогалики сияқты сондай жасап, короче, духовкаға салып қойдым. Міне біздің тамағымыз дайын. Күшті болып шықты, маған қатты ұнады. Еще мына тесті күшті екен, жұмсақ прямо. Сосын бәріміз тамақ ішіп алдық та, ана рогаликті сосын салып қойғам ғой, негізі ол круассан ғой. Осындай болып шықты, дәмді. Ас болсын.